Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abu Hurayradan, Allah odan razı olsun, Peygamberimizden oğan Allah'ın salavatı men səlimi bolsun, былай деп айтқандығын келтіреді. Байлық дегеніміз ағыл тегіл болған дүниенің көптігінде емес, нағыз байлық деген ол жанның байлығы делінеді. Ал енді жанның байлығы деген не, және жанның байлығына қалай жетеміз? Бұл орайда ардақты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, келесі бір хадисте былай деп айтады: Алланың бөліп бергеніне разы бол, адамдардың ең байы боласың дейді. Құрметті жамағат, қайсы бір адам болу мүмкін, Алла тағала оған нығметтерді береді, байлықты да береді, мансапты да береді, барлығын береді. Бірақ оның шүкіршілігі жоқ болған үшін, тәубешіл болмаған үшін, қанағатшыл болмаған үшін, және де Алла тағалаға разы болмаған үшін, оның қолындағы байлығы оған ешқандай пайда келтірмейді. Бұл дүниеде де және ақиретте де. Ал қашан момын мұсылман Алланың бергеніне, азды көптігіне қарамастан әрдайым тәубешіл, шүкіршіл болса, яғни барға қанағат етіп, шүкіршілік етіп, жоққа қанағатшылдық білдірсе, міне сондай момын мұсылман Алланың алдында дәрежесі биік және бай адамдардың болып саналады. Яғни жанның байлығына жеткен момын мұсылманның қатарында болатыны сөзсіз. Осы орайда біз әрдайым осы нәрсені жадымызда ұстанып, әрқашанда Аллаға разы болып, Алладан дұға тілеп, өзімізге иман байлығын, яғни жанның байлығын тілейтін болсақ, соған тырмысатын болсақ, міне сол бізге осы дүниеде және ақиретте де жақсылық әкелетін амалдардың бірі болмақ. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.